Ассалаумағалейкум футбол жанкүйерлері, сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін футбол әлеміндегі ең соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Олай болса, бүгінгі шығарылымның аңдатпасы назарларыңызға. Атлетик Билбао Палестинаға қолдау көрсетеді. Допингпен ұсталған Поль Погба алаңға оралады. Ман-Ситидің бразилиялық шабуылшымен келісімі. Осы және де тағы да қызықты ақпараттарды бүгінгі бейнероликте айтатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Атлетик клубы Палестинаға қолдау көрсетеді. Мальоркаға қарсы матч алдында билбаолықтар стадионға Палестина әйелдер құрамасының экс-капитанын және бірнеше босқынды алып шықпақ. Кейін клуб арнайы жоба туралы хабарлайды. Жоба мақсаты Сириядағы 8000 босқын балаға спортпен шұғылдануға мүмкіндік беру. Айта кетейік, Палестинада гуманитарлық жағдай өте ауыр. Мыңдаған бейбіт тұрғын қаза тапты. Азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы әлі де жалғасып жатыр. Интер Майами Серхио Регилонды қатарына қоспақ. Флоридалық клуб испан қорғаушысымен келіссөз жүргізуде. 28 жастағы футболшы соңғы рет Тоттенхэм сапында ойнаған. Бұған дейін ол Реал Мадрид, Атлетико, Манчестер Юнайтед, Севилья һәм Брентфорд сынды клубтарда доп тепкен. Поль Погба алаңға оралады. Монако бапкері Ади Хьютерттің айтуынша, Погба 18 қазандағы Анжеге қарсы матчта алаңға шығады. 32 жастағы жартылай қорғаушы 2023 жылдың қыркүйегінен бері допинг дауына байланысты футболдан шеттетілген еді. Араға бір жылдай уақыт салып, француздық футболшы жасыл алаңмен қайта қауышпақ. Манчестер Сити Савиомен келісімін ұзартты. Бразилиялық вингер клубпен жаңа келісімге қол қойды. Енді ол 2031 жылға дейін қалалықтар сапында өнер көрсетеді. Савио 2024 жылдан бері 54 матчқа қатысып, 4 гол соғып, 13 нәтижелі пас берген. Жазда Тоттенхэм оны 75 миллион евроға сатып алмақ болғанымен, Сити ойыншыны өздеріне сақтап қалуды жөн санады. Ламин Ямал жарақат алды. 18 жастағы ойыншы қыркүйекте жарақат алып, енді ғана қатарға қосылған еді. Бірақ ПСЖ-ға қарсы ойында жарақаты қайта сыр берген. Алдын ала болжам бойынша Барселонаның жас жұлдызы тағы 2-3 апта алаңнан тыс қалады, және Испания құрамасының алдағы ойындарына да көмектесе алмайды. Павлодардың ертісі келесі маусымда Қазақстан Премьер-лигасында ойнайтын болады. Биылғы маусымда команда тұрақты ойын өрнегін көрсетіп, маусым аяқталуына 2 тур қалғанда 57 ұпай жинап, турнир кестесінде 3-ші орынға бәсекелестік танытып жатқан Шахтер мен Алтайды артқа тастады. Қазақстан футбол федерациясы келесі маусымда Қазақстан Премьер-лигасында 16 команда өнер көрсететінін хабарлаған болатын. Осыған орай бірінші лигадан 3 клуб қосылатынын тілге тиек еткен еді. Ақтаулық Каспий оқ бойы озып шығып бірінші болып жолдама алса, ертіс ұжымы 2-ші орынды иеленді. 3-ші болып жолдама алуға жақында ғана белгілі кәсіпкер Тимур Турловтың иелігіндегі қарағандылық Шахтер мен өскемендік Алтай ұжымдары таласуда. Ал ішкі лигада соңғы орында келе жатқан Туран клубы Премьер-лигамен қоштасуға жақын. Осылайша бүгінгі жаңалықтар топтамасы аяқталды. Қоңырауша түймешесін басып, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ ұсыныстарыңызды пікір алаңына жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Бекітілген пікірдегі телеграм арнамызға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман саулықта, жеңісті күндерде жүздескенше.